Алжир Африканың ең үлкен елі, әлемде аумағы бойынша 10-қа кіреді, ал оның 90% шөл. Онда бензин судан да арзан. Мемлекет қарызсыз, бір тиыны да жоқ. Әйелдер заң алдында тұтқында, Сахара құмдарының патшайымдары да бола алады, ал шөл өмірді тартып алады дегендей көрінгенімен, дәл сол шөл үшін еркіндіктің сезімін сыйлайды. Барлығы бір елде, бір түрлендірілген елде орын алады, тек сен оның жеріне аяқ басқанға дейін ол бір мираж сияқты көрінеді. Иә, бұл Алжир. Мұнда бәрі сен ойлағандай емес. Мұнда артық жұмыс дегенің үшін жұмыстан шығарып та жіберуі мүмкін. Олар байлықты көрсетпейді, оны жасырады. Биік ғимараттар тұрғызбайды, өз халқына тегін тұрғын үйлер салады, және көбісі француз тілінде сөйлейді, тіпті ол ресми тіл болмаса да. Алжирда ашыңыз, сұлулық пен абсурд бір тоқымада тоғысқан ел. Бұл жер шежіресі. Қолдайсың ба, жазыл және лайк бас, егер сен таң қалсаң. Бастаймыз. Бірінші бөлім. Байлық парадоксы. Сондықтан араб әлемнің бір су бағасынан арзанырақ бензині бар, ал сен тұрған жерде планетадағы ең ірі мұнай және газ қоры жатқан елді елестетіңіз. Бірақ бүгін бұл байлық туралы әңгіме емес, Алжирдің ауыр шындығы. Бұл ел 5 мемлекетпен шектеседі: Ливия, Мали, Марокко, Нигер және Тунис. Картасында Алжир солтүстік Африканың жүрегі сияқты көрінеді. Мұнда планетадағы ең ірі мұнай және газ қорларының кейбірі шоғырланған. Алжир ОПЕК құрамына кіреді және Еуропаның жартысына энергия жеткізеді. Мұнай, газ, фосфат, темір, уран бәрі тікелей аяғыңның астында. Мұнда бірінші парадокс пайда болады. Алжир Африкадағы сыртқы қарызы жоқ, жалғыз ел. 2008 жылы мемлекет барлық сыртқы қарызын алдын ала төледі. Иә, бір ел ешкімге қарыз емес. Сонда Дубай қайда? Биік ғимараттар, алтын көліктер, жасанды аралдар қайда? Олар жоқ. Оның орнына Алжир басқа жолды таңдады. Мемлекет бай, бірақ халық көбіне тіршілік шегінде өмір сүреді. Қалаларда сәнді виллалар кедей ауданымен қатар өмір сүреді, ал базарда біреу нан үшін саудаласады. Орташа жалақы $200-300 аралығында. Ресми жұмыссыздық 12, бірақ шын мәнінде 2 есе көп. Нан мен бензинге субсидиялар болғанымен өмір қиын. Неге? Себебі ресурстар мемлекет қолында, ал мемлекет ескі элита қолында. Ақша төменге жетпейді. Жүйе орта таптың өсуін тежейтіндей жасалған. Бұл екі жақты сезім әр жерде бар. Көшеде сол жақта жарқыраған сарай, оң жақта қабырғасы түсіп кеткен үй. Екі әлем қатар өмір сүреді, бірақ ешқашан қиылыспайды. Шөлдегі өмір парадоксы, тіршілік, еркіндік және жасырын қалалар. Егер Алжир экономикасы адам жасаған парадокс болса, оның географиясы табиғат парадоксы. Ел аумағының 90-ын Сахара шөл алады. Көпшілігіміз үшін шөл өлім мен бос орынның символы. Күндіз температура 50 жетеді. Түнде ол 0-ге дейін төмендейді. Бірақ алжирліктер, әсіресе туарегтер мен берберлер үшін бұл лаң емес, өз отаны. Мұнда олар сынақтан өтіп қана қоймай, шынайы еркіндіктің сезімін табады. Қалайша осындай тозақта тірі қалуға болады? Жауабы қарапайым: шөлге қарсы күреспей, онымен үйлесімді өмір сүру. Міне, сондықтан жасырын қалалар пайда болды. Олар әлі де сәулет өнерімен, даналығымен таң қалдырады. Мысалы, Мысап алқабы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізімінде. Ғасырда ибадилер 5 қала салған. Орталық қала Гардая тастан және балшықтан мүсіндей көрінеді. Үйлер тар, көшелер лабиринтін құрайды, көлеңке береді. Ақ қабырғалар күнді шағылдырады. Барлық сәулет бір мақсатқа қызмет етеді: салқындықты сақтау және ең жеңіл желді ұстау. Бұл жай ғимараттар емес, тіршілік стратегиясы. Басқа өңірлерде һәр форты балшықтан қалалар тұрғызылған. Ішінде өмір ыстық пен құм дауылынан қорғалған. Кейде қауымдар жер астында өмір сүрген, нағыз жер асты үйлерін жасаған. Бірақ шөлте күрес емес. Туарегтер үшін бұл еркіндік патшалығы. Номадтар үшін шекара тек картадағы сызық.
Олар ақшаны емес, малды, жұлдызды аспанды және шөлдің білімін бағалайды. Қалалар мен биліктен алыста олар тілін, дәстүрін және өмір салтын сақтады. Бұл бүкіл әлемнің таңданысын тудырады. Шөл көп нәрсені алады, бірақ көп нәрсе береді. Су көлеңге адам жақындығын бағалауды үйретеді. Мұнда материалдық екінші орынға шығып, бастысы рух күшіне айналады. Міне, ал жер сахарасының парадоксы, өлім қатермен шексіз еркіндік бір жерде тоғысқан.